Endi biduilleni жүрек қатылықларын Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ислам дінini алабыз деп келечілік келген заманда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламны қойнында тудықлары келіп қойнына мінелі Хасан бла Хусейн. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам аланы ұппа етеді. Sonra ол айтты дейді, сіз сәбилені ұппа етесіз деп. Хау деп айтты дейді. Мені 10 сәбиім барды, бір заманда не қойныма ол тұртмағанма, не ұппа етмегенме деп айтты дейді. Енді ол неге ұшаған ішті? Тобығын ол тұртып сәбиін ұппа еткен. Менде онысы бар, мен аны бір заманда да ұппа етмегенме деп айтты дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сені жүрегіңде Аллаху Тағала рахматлықны сыдырып алған есе, сені жүрегіңде рахматлық жоқ есе, мен не тейім деп айтты дейді. Енді сені жүрегіңде рахматлық жоқ есе, мен не тейім. Енді бұлайда ол хода сізні төрегізді, хо қылығызды, не тейік бізде бұлайды деп айтмағанда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сені жүрегіңде рахматлық жоқ есе, мен не тейім деген. Енді ол төреден түйіліп, ол рахматлық болмағаннан дейді. Алай бұлайда төрені сүнден де айтып қоярға керекті. Ұзақ кеткен, шақапар қозғалған заманда саби біле таматаланы алында кесіңе қалай жүріткен. Сөз үшін бізде төре бізде атаны қатында кесіңе сабиіңе қойныңа алған, құшақлаған, ұппа еткен, түту-мүту ол барысты ұшамаған. Алайда ол бізде ерші затты. Аны үшін бұлайда бұл екісі бірге қажау бармайлы. Ол бір заманда қойным ол тұртмаймы дейді. Ол кесіні сабиі, ол тудықны айтмайды. Ол Аллай зат жүрмейді бізде дейді. Ол рахматлық болмаған үсінен айтады. Алай сен кесалыңа қалған заманда, үйдегің біле кесіз отоуда қалғанда, о заманда құшақлаған де, тұппа де, түту-мүту ойнаған, ол қалай айтайым, адамның жүрегінде рахматлық, сүймеклік көрінірге керекті, көрінген етеді. Ол саби сені жұмшақлығыңы көрге керекті. Алай ол төрені, қылықны дейік ұнытмазға керекті. Сабиіңі башқаланы қатында құбылтып тұрға жарамайды. Ол айыпты. Құры атананы, ананы алында ұғай, нөгерлеріңі алында оқына. Нөгерлеріңі, теңлеріңі алында оқына, сабиіні құчақлап, ұппы етіп, аретіп, беретіп, бірінші көрген кебек, ол ұшамайды. Ол ұшамайды, аңа жаш төлі біраз жеңіл көзден қарап башлағандылы. Аңа біраз әс бұрғыз. Бұлайда шериатқа қажау барған зат жоқты, алай аны бұла берге, ол қатыңда таматаныға сый бергенің. Ол сыйды. Үйіңде кесіңен шықалғанда, аямағалай ойнаған дед, күлген дед.